Bir, iki, üç. Assalamu. Biz 9-a sınıf жетекшimiz Равшан Талғат қызы. Менің сыныбым ұйымшыл, қыздарды қорғаймыз. Қысқасын айтқанда, бір үйдің баласындаймыз. Бізде 2022 жылдың 26 желтоқсанында Жанар апай келіп, бізге көлеңкелі қойылым қоятынымызды айтатын болды. Бұл біздің мектепте ең бірінші, ең алғашқы көлеңкелі қойылым болды. Бұл қойылымны дайындығында көптеген қызықты оқиғалар болатын. Оның ең бірінші бізде киімдер алу үшін мәдениет үйіне бірге газельмен барған болатынбыз. Ол газельдің ішінде бізде көптеген қызықты әңгімелер өтті. Бұның өзі бізге жақсы естелік болып қалып қойды. Одан кейін ол көлеңкелі қойылымды біз жақсы өткізіп болғаннан кейін Жанар апай бізге жаңа жылға орай дискотека ұйымдастырып берген болатын. Ол дискотекада біз көптеген түрлі билер билеп, жақсы уақыт өткіздік. Жанар апайлар, рахмет. Біздің сынып республикалық айқанат сайысына қатысқан болады, және өте көптеген дайындықтардың арқасында біздің сыныптың өте көптеген оқушылары айқанат сайысының облыстық кезеңіне өтті. Облыстық кезеңі бізде Қамбаш оқыту лагерінде орналасқан болатын, және біз ояқта 2 күнде өте керемет өткізген болатынбыз. Және де бізде осы Қазалы ауданы бойынша айқанат сайысының республикалық кезеңіне 4 оқушы өтті, оның 2-і біздің сыныптан болатын. Сыныптарындағы 2 адам таңдап, сол туралы ойларыңды айтып кетсеңдер. Мен таңдайтын болсам, ол Сұлтан және Аруна. Сұлтан ол менің бұрыннан өтіп келе жатқан жақын досым. Ондай досыммен осыған шейін кездестірмедім. Оның маған деген істегендері өте көп. Ал Аруна келетін болсақ, ол да бастауыштан бері келе жатқан жақын досым. Онымен маған араласқан, сөйлескен ұнайды. Әңгімеміз жарасады. Және де мен Арунамен күзгі балға қатысайын деп жатырмын. Осы күзгі балда жеңіске жетеміз деген ойдамын. Мен айтып кететін болсам, мен Қасымхан мен Әлия туралы айтып кетсем, Қасымхан ол менің бірінші сыныптан бері келе жатқан досым, сыныптасым. Және де ол көптеген осы жарыстардан, олимпиадалардан жеңімпаз орынды иегері. Ал енді Әлия туралы айтып кетсем, ол өте керемет қыз, онымен араласқан маған ұнайды. Және де ол алтын белгіге үміткер болып келе жатыр. Сыныбындағы өзіңе ұнайтын 2 адам туралы айтып кетсең? Мысалы, Аружан мен Медина. Аружан өте сүйкімді, әдемі, және де менің жан құрбым. Ол үнемі көңілімді көтереді. Әр кезде көмеккер кезде қорғаншы, көмек береді, жанынан әрқашан табылады. Менде 2 адам туралы айтып кетсем, Ислам өте көңілді бала, және қиындықта қасымда табылады. Біз осы күзгі балға бірге қатысқалы жатырмыз.